Құрметті ауыл тұрғындары, әріптестер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жемқорлық зор қауіп тақырыбындағы әңгіме. Сыбайлас жемқорлықпен күрес Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдатары анық. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру, инвестиция тарту процесін баяулататын және демографиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институтына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан ары ушықпау үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күрес барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.